Сәлем қыздар, бүгін сіздермен таңғы асқа сыр қосылған глютенсіз блинчик дайындайтын боламыз. Рецептің толық өлшем бірліктері видеоның астында берілген. 2 жұмыртқаға қаймақ, сүт, үккіштен өткізілген сыр және рисовая муканы қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қалауларыңыз бойынша ас көкті, яғни укропты қолдансаңыздар болады. Менде сушеный укроп, свежий укропты да турап қоссаңыздар болады. Барлығын жай ғана венчикпен араластырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын. Табамызды қыздырамыз және қасықтың ұшымен ғана май саламыз. Сары май немесе топленое масло болса тіпті жақсы. Бұл бірінші блинчикке ғана осылай май жағып шығамыз. Майымыз толықтай еріп, табамыз қызғаннан кейін тестамызды саламыз. Екі жағын шамамен 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Жартылай отта пісіреміз. Блинчиктің, яғни беткі қабаты сухой болғаннан кейін екінші жағына ауыстырамыз. Осы рецепт бойынша менде 6 блинчик, яғни 2 порция шықты. Қалауларыңыз бойынша көбейтсеңіздер болады. Міне біздің пайдалы блинчиктеріміз дайын. Жасап көріңіздер, дәмі хычиныйға ұқсайды, өте дәмді.